Баршаңызға сәлем, Гүлдер әлемі каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге магазиннен сатып алған гүлді үйге алып келгеннен кейін не істейміз, қалай күтіп баптаймыз, сол туралы видео түсіретін боламын. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Көбінше біз ханымдар магазиннен гүл сатып алғанда оның түріне, түр сипатына, әдемілігіне қарап аламыз. Сол себептен біз ол жаңағы күтімі қандай, ол капризный гүл ма, ол жаңағы күтімді қатты қажет етпейтін өте сондай төзімді гүл ма, біз оған мән бермейміз. Әйел адам болғаннан кейін әдемілікке қызығып, біз әдемі түріне қарап, әсіресе гүл ашатын гүлдерге қатты қызығамыз, иә. Ал енді біздерде қатты гүл ашатын гүлдер бар, мысалы азалия бар, жаңағы каланхоя, көп гүлдер бар гүл ашатын. Олар қалай айтсам екен, қатты күтімді қажет етпейді әрине, но бірақ оларға да өздеріне особый не керек, уход керек. Сол үшін мен өзім жаңағы төзімді, капризный емес гүлдерді жақсы көрем. Маған солар ыңғайлы. Ал гүлдейтін гүлдердің ішінен мен мысалы мужское счастье, женское счастье де негізі капризный гүлдердің қатарына жатады. Сәл ауа құрғақ болса жапырағы қурап шығады. Сол сияқты гүл алған кезде мужское счастьеда мысалы оның да өзінің ерекше күтімі бар, ерекше топырағы бар, суды көп ішпейді. Екеуі екі түрлі күтіміне қарасаңыз, мужское счастье мен женское счастье деген, мысалы көп адам айтады ғой, бірге қойсаң жақсы өседі, бір-біріне жаңағыдай не алады деп. Ондай емес ол жаңағы өздігінен өсе береді. Менде мысалы неше жылдан бері женское счастье бар, ал ер бақыт мен кейінірек алғанмын. Соменен, өсетін гүл ол сізге бұйырса өседі, бұйырмаса өспейді. Енді менің айтайын дегенім, олардың екеуінің күтімі екі түрлі. Мысалы женское счастье тез шөлдейді, жапырағы жұқа, шөлдесе бұл жапырағын тастап иіліп қалады. Оған жиі су құйып тұру керек. Ал мужское счастье ол топырағы кепкенше суғармаймыз. Оған көп су құйсаңыз, ол да жаңағыдай ауырып, тамыры тез шірейді, және де жаңағыдай жапырақтарын су көп құйғаннан қурай бастайды. Ал енді мен мына гүлімді хамидария, пальма хамидария дейді ғой енді. Оны мен алғалы ауыстырмағанмын. Сіз магазиннен гүл аласыз, сізге ол мынандай кәдімгі уақытша топырақпен келеді. Уақытша топырақ ол кокосовый субстратпен келеді. Өзіміздің местный, осы Сарыағаш жақта ма бір жерде не бар, парниктер бар, кәдімгі өзіміздің местный гүлдер, олар кәдімгі жер топырақта келеді. Сары топырақшы кәдімгі сондай топырақта келеді. Маған ондай топырақта келген гүлдер бар, каналымда видеолар бар, ақтарып көрсеңіздер болады. Ал енді мынау басқа жақтан, шетелден келетін гүлдер осындай кокосовый субстратта келеді. Бұл уақытша топырақ. Бұл гүл әрине бұда өседі. Бұл жол жүргенге өте жақсы. Намды сақтап, өзінде гүлді шөлдетпей бір қалыпты ұстап тұрады. Сол үшін осындайға егіп жібереді оны. Ал енді біз оны алғаннан кейін не істейміз? Біз алдымен гүл таңдамай тұрып, магазиннен гүлдің жағдайына қараймыз. Оларда мынандай жаңадан шығып атқан осындай стрелкалар бар ма? Көреміз. Егер де ол гүлде сондай жаңадан шыққан жапырақ, осындай жаңадан ашып келе жатқан стрелкасы болса, бұл гүл жақсы. Тамыры жақсы, шірімеген деген сөз. Ал егер де ода ондай жоқ болса, мынандай сары, мынандай жапырақтар, мінекей, камерам бұлдырап кетті ғой. Мінекей осындай жапырақтар болса, одан сәл неғандарыңыз дұрыс, қорыққандарыңыз дұрыс. Көрдіңіздер ма? Меніңкі енді бұл алып келгелі, мен алғалы біраз болды. Там астын ауыстырмадым мен. Себебі астында тамыры қатты қысылмағандықтан мен бұны ауыстырмадым. Енді мынау астындағы топырақ айтып тұрмын ғой, уақытша деп, бұл тұрады, мақұл үйде 1 ай тұрады, 2 ай тұрады, кейін ауыстыруға тура келеді. Көп ханымдар айтады, мысалы, менде гүл сатып алдым дейді, үйге келгеннен кейін ауырып өліп қала береді дейді. Үйге келгеннен кейін гүліңізді тамырын ашып, жаңағы кәдімгідей мынандай жақсы топырақ жасап дайындап қойдым мен. Ішінде древесный уголь, перлит, не ғой мынау, астына салатын дренаж ғой, енді араласып кетті. Соны жасап аласыз, перлит қосасыз, древесный уголь қосасыз, қосқаныңыз жақсы. Ол гүлге витамин, бір жағы тамырын шірітпей, сондай жақсы тұрады. Және де кокосовый субстраттар қоссаңыз да болады. Жаңағы ненің кәдімгі топыраққа қосатын көп нелер бар ғой, составына қосатын. Ой, алла.
Топыраққа қосатын көптеген кара бар. Мысалы, кара да бар бұның арасында. Жаңа древесный уголь бар. Перлитті көбірек қоссаңыз, перлит деген мынау ішінде жүрген ағы, бұл өте жеңіл болады. Топырақты борпылдақ қылып, ауа өткізгіш болып тұрады. Бірдестен бұл топыраққа үйреніп кетеді деп айта алмаймын. Әрине, гүліңіз стресс алады пересадка жасағаннан кейін. Қазір мен осы гүлді пересадка жасап көрсетемін. Бұл магазиннің топырағымен әлі тұр. Егер де сіздер гүл алып, үйге алып келгеннен кейін, олар ояқта жайқалып гүл ашып тұрады да, үйге келгеннен кейін гүлі қурап қалады ғой. Қурап қалғаннан ол стресс алады сіздің үйіңізге келгеннен кейін. Сөйтеді, сіз оны гүлі бар болса, гүлінің бәрін қырқып алып тастаңыз. Егер де гүлінің бәрін қырқып алып тастамасаңыз, ол үшін басқа жағының бәрі қурайды. Сөйтіп, шөлдеген кезде жаңағы жапырағына противострессный препараттар шашыңыз. Мен әр видеомда уже айтатын болдым, себебі көрермендерімнің сұрағына қарай, комментариясына қарай, эпин-циркон шашасыз. Гүлді сатып алғаннан кейін эпин-циркон тура сол жерде сатылады. Гүлді қай жерден сатып алдыңыз, солардан эпин-циркон маған бір несін бер десеңіз береді. Ол ұзаққа жетеді сізге. Барлық жалғыз бір бутылкаға жасалғаннан кейін, оны мысалы 1 литрге сіз шприцпен қосасыз, бір тамшы не болмаса 2 тамшы өзінің сыртында жазылып тұрады. Қосып араластырып алғаннан кейін, жалғыз осы магазиннен алған гүліңіз емес, үйдегі барлық гүліңізге гүлге су шашатын аппаратыңызбен шашып шықсаңыз болады. Негізінде мынандай осындай майда кәдімгідей жаңа жапырақ шығарып, стрелка шығарып жатқан кезде пересадка жасамай кішкене күте тұрғандарыңыз дұрыс. Себебі көп гүлдер стресс алып, осы жапырағы басқаша болып шығатын болады, ауырып шығатын болады. Сол үшін гүл жапырағы ашып, өсіп келе жатқан кезде біршама уақыт күтіп, жапырағы ашылып, кішкене қалыпқа келгенше күте тұрсаңыздар, кейін пересадка жасайсыздар. Міне. Бірақ уақытша топырақтан обязательно алып, пересадка жасап, жақсы, құнарлы, әдемі, борпылдақ, ауа өткізгіш топырақ жасап, пересадка жасағандарыңыз дұрыс болады. Неғұрлым мынау тар горшокта отырса, осында астындағылар көбейеді, майда-майда отростықтар шығарады, кейін көбейіп, осы горшокқа толып, симай бара жатса, 2-ге 3-ге бөліп отырғызсаңыздар болады көбейтіп. Менің бір көрерменім сұрапты, пальманы қалай көбейтеміз деп. Міне, пальма осылай көбейеді. Осыны қазір мен 2-ге, не болмаса 3-ге бөліп отырғызсам да болады. Қазір тамырын ашып, пересадка жасаған көрсетемін. Ал енді горшокқа келетін болсақ, горшок мүлдем дәу болмау керек. Горшок осы гүліңіздің горшогынан сәл-ақ үлкен болса болды. Мынандай, мысалы, гүлді саласыз, жан-жандарынан осындай, көрінбей тұр екен ғой камераға. Гүлді саласыз, гүлді салған кезде бір саусақ не болмаса, 2 саусақ сиятындай болса болады. Негізі 1 саусақ болады. Себебі топырағы көп болған сайын сіз оған суды көбірек құясыз, сонымен ол шірейді. Қазір тамырын ашып көрейік. Бісміллә. Уақытша осындай, мен жаңа суғарып қойғам кеше, осындай уақытша топырақта отырып келеді. Бұлардың қоспасында еш нәрсе болмайды. Жалғыз ғана осы кокосовый субстратқа отырғызып қояды. Мінекей, тамырлары жақсы, ешқандай шірімеген, жаңа ғана мен су құйғанмын. Осы пересадка жасайтын кезде суғарып алсаңыздар, гүлдеріңіз қатты стресске ұшырамайды. Сол себептен мен мынаны қазір суғарып алдым. Қазір енді қыс ауасы болғандықтан гүлдер қаттырақ стресс алады. Көрдіңіздер ме? Аппақ тамырлары жақсы. Әлі тамыры қысыла қоймаған, астында да тамыры аз. Кішкене мыналарды босату керек, себебі бұл тамыр келесі топыраққа жаю үшін. Дәл осылай тыға салсаңыздар, ұзақ уақыт стресс алып тұрып қалуы мүмкін. Мынаны астын сәл-сәл босату керек. Енді бұл топырақты мен мүлдем алып тастамаймын, себебі қыстың күндері тамырын тазалап, мүлдем алып, ашып, бәрін неғып тастауға болмайды, шұлап тастауға болмайды, өліп қалуы мүмкін. Себебі қыс ауасы ғой, қыс ауасы өте пересадканы абайлау керек. Мен қазір бұны сәл-сәл астын босатып, осындай астындағы тамырларын сәл-сәл босатып, кәдімгі перевалка жасап қоя саламын. Бірақ менің топырағым жаңағыдай құнарлы топырақ. Ішіндегі өзінің қоспаларын қостым. Су өткізгіш. Негізінде пальмалар топырағының беткі жағы кепкенмен, мына жағының кеуіп кеткенін жақтырмайды. Бірақ кепсе, сразу жапырақтардың ұштары қурап, су жетіспегендігін өзі білдіреді. Арасында кішкене перлиттері де бар ма? Енді отырғызған кезде, видимо, салған.
Мінекей, астын сәл-сәл ғана босаттым, қатты босатқан жоқпын. Қазір жаңа топыраққа, жаңа горшок. Мінекей, мына горшокқа почти что шақ болып тұр. Негізінде осыны мен айналасына ғана былай тығып, астына топырақ салып жібердім. Айналасына ғана тығып, өстіп әдемілеп отырғызып аласыз. Жақсы, құнарлы топыраққа отырғызып аласыз. Енді осы қазір топырағы нам ғой, су бермейміз. Осы топырақ сәл кебіңкірегенге шейін су бермейміз. Жаңа айтып өткенімдей, гүлді алдымен 1-2 сағат бұрын суғарып алып, сөйтіп барып пересадка жасасаңыз, гүліңіз қатты стресс алмайды. Древесный уголь бұл өте пайдалы. Мұндай шіркейлерді, зиянкестерді қуып тұрады және көптеген жаңағы аурулардан сақтап тұрады гүлді. Тамырда шіріктен сақтап тұрады. Сіздерге көрінбей қалды ма? Неге осылай пересадка жасап қойдым. Ал магазиннен сатып алған гүлдеріңізді дәл осылай пересадка жасап, топырағын ауыстырып алыңыздар. Егерде оғанда болмай атса, амал жоқ, енді ол гүл сізге бұйырмаған екен. Себебі кейбір гүлдер стресс алғаннан түбегейлі өліп қалады. Жапырағының сарғайғанын тоқтамай қатты стресс алады да, мүлдем жаңағы ретке келмей қалады. Ал ана гүл ашатын гүлдер, оларды жаңағы гүлдерін алып тастайсыз, қурап жатса, сөйтіп қырқып тастайсыз гүлдерін. Сөйтіп ол негізі гүл ашатын гүлдерді жасартып отыру керек. Жасартып қырқып отыру керек. Неғұрлым қырқсаңыз, соғұрлым келесісінде жақсы бутон береді, жаңа сабақ шығарады олар. Ал мынандай гүлдерді қырқудың қажеті жоқ. Бұл гүл ашпайды ғой. Өстіп жаңа топыраққа отырғызып, жаңағыдай неғысаңыздар болады, егіп қойсаңыздар болады. Одан кейін бір несі, мысалы гүл сататын магазинге барасыздар ғой, оларда шөлдеп тұрса, не болмаса жаңағыдай осындай пластмассовый неде тұрады ғой, горшокта, одноразовый горшоктарда тұрады. Жай ғана кішкене бүйтіп горшогын гүлдің өзін мойнынан ұстап, мынандай мойнынан ұстап, суырып, горшоктан суырып көрсеңіз болады. Болғанда енді оны сатушы әрине ондайды жақтырмайды ғой. Бірақ сіз өзіңіз тамыры шіріген ба, шірімеген ба, тамыры аппақ болып тұрса жақсы деген сөз. Тамыры қап-қара болып, жаңағыдай шірікті өздеріңіз білетін шығарсыздар, сондай болып тұрса, ол оны алмаңыз. Ол ұзаққа бармайды деген сөз. Ол мейлі гүл сататын адам болсын, ол гүл бағатын адам болсын, гүл туралы көп нәрсе білетін адам болсын, ол тамыры шірісе, ол енді қалыпқа келетіні бар, келмейтіні бар. Мінеге магазиннен гүл сатып алғанда не істейміз, не қоямыз? Біраз нәрсе білдіңіздер деп ойлаймын. Жаңағы противострессный препаратты обязательно шашыңыздар. Мен әлі ешнәрсе шашқан жоқпын. Осы бойынша тұр. Маған келген кезде мынандай жапырақтар осындай еді, себебі ауаның құрғақтығынан ол. Мен оны мынандай майда жаңадан стрелкалар шығып келатқанын бәрін көріп, тексеріп алған болатынмын. Неге маған келгелі уже 1-2 жапырақ ашып қойды, енді тағы да жапырақ ашып келе жатыр ішінен. Осылай тексеріп, көріп алыңыздар. Гүлдеріңіз жайқалып өсе берсін, сатып алған гүлдеріңіз өздеріңізге бұйырсын. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, қазақша каналды қолдап отырыңыздар. Қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Көптеген пайдалы видеолар салатын боламын. Менің осы видеомен гүл егетін, гүл бағатын туыстарыңызбен бөліссеңіздер болады.